сәлем балақай. Менің атым Бақыт Гүлі. Сен қазір мамандармен танысатын боласың. Ұстаз бізге не береді? Білім береді, дұрыс айтасың. Ғарышкер қайда барады? Ғарышқа барады, дұрыс айтасыңдар. Ғарышкер аталарымыздан кімдер бар еді? Тоқтар атамыз және де Талғат атамыз. Суретші не салады? Сурет салады. Сен суретті қай уақытта саласың? Мен сурет салатын уақытым көңіл күйім жақсы болғанда саламын. Өрт сөндіруші не істейді? Өрт сөндіреді, дұрыс айтасыңдар. Өрт болғанда өрт сөндірушіге хабарласыңыздар. Актриса сахнаға шығып билейді, ән айтады, өнерін көрсетеді. Аспазшыны бәріміз білеміз. Аспазшы не істейді? Естімей жатыр. Дұрыс айтасыздар. Полиция жол ережесін бұзған және де ұрлықшы адамдарды жазалайды. Дәрігер не істейді? Емдейді. Ауырған адамды емдейді. Шаштараз не істейтін еді? Шаш кеседі. Дұрыс. Күйші не істейді? Айтысады және де домбыра тартады. Заңгер заңды және де әділдікті қорғайды. Бізде сәулетші не істейтін еді? Айтыңыздаршы. Дұрыс айтасыздар. Сәулетші бізде үлкен ғимараттар үй салады. Шаңғышы шаңғымен таулы қарлы жерлерде шаңғымен жарысады. Футболды көбінесе ұлдар көреді, қыздар көрмейді. Атақты футболшылар Рональдо және де Месси. Инженердің түрлері өте көп. Компьютердің инженері және де техниканың инженері бар. Жүргізуші қалаған жеріне жеткізіп салады. Журналист сұхбаттар алады. Ал пошташы хаттарды жеткізіп тұрады. Оны бәріміз білеміз. Балықшы не істейді? Дұрыс айтасыздар. Ол балық аулайды. Бағбан не істейтін еді? Дұрыс айтасыздар. Гүл суғарып, гүлдердің арамшөбін жылады. Бақша қарайды дейді. Тігінші не істейді? Дұрыс айтасыздар. Тігінші киім тігеді. Балақай, сен мамандарды үйрендің деген ойдамын. Сенің есінде қандай мамандар қалды? Менің есінде қалған мамандар футболшы, ғарышкер, мұғалім және де дәрігер есінде қалды. Сау бол, күнің сәтті өтсін.